Сәлем достар, Мәдина тағы да сендермен бірге. Достар, бұл видео ерекше болады, себебі біз Ержан Максиммен танысамыз және өзіміздің жүлдемізді алатын боламыз. Ал ыңғайланып отырыңыздар және біздің видеоны тамашалаңыздар. Сәлем достар, қалай? Біз қазір енді ғана Қостанайға жеттік. Қазір қонақ үйге баратын боламыз. Мирас та бара жатыр. Өте қызық болады. Сәлем. Және Қостанайда Астанаға қарағанда суығырақ. О, как классно! Да можно делать. Достар, міне біз қонақ үйдеміз. Мен қонақ үйді аралап жүрмін. Қазір біз далаға шығамыз. Қостанайда да күн суық, Нұрсұлтанға қарағанда суығырақ. Өте күн жылы. Кеттік. Ой, футбольное поле. Топ қайтады, періндер. Бамадин. Күн көзге шықсақ, жылы, ал көлеңкеде тұрсақ суық. Достар, кім білмейді, біз ол жерге награждениеға келдік. Ал нет. Да, у нас третий этаж открытый. Давай покричим туда сейчас, Мирас. Так. Мирас! А ты там? Ладно. Ладно. Енді достар, біз осы айда екінші рет уже шығып бара жатырмыз. Біреуі Алматыға, біреуі Қостанайға. Біздің қонақ үйіміз күшті, өйткені ол прям көлдің жағалауында тұр. О май! Құстар көп. Анда бармаймыз, өйткені қалып қалсақ. О, как красиво. Ана же қайық бар. Опа! Америка, Европа. Экскурсияға барамыз. Экскурсия. Сендерге бәрін түсіреміз. Егер сендер саяхаттауды ұнатсаңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Адам вообще жоқ. Бір ғана адам жүр болды. Міне біз Қостанайдамыз. Күн өте жылы. Біз осы жерге шықтық. Подончик, опа. Рахмет. Выйдите.
Көңілге тұрақ. Міне бұл парк сияқты бір нәрсе. Қызық, бірақ көлеңкеде тұрса, күн суық болып көрінеді. Ал күнде тұрса, наоборот, жылы. Как будто Бұл жерде адам вообще жоқ. Вообще. Баяғыда болған, бірақ осы жылы блогер деген номинацияны қосты. Сол жерге біз де бармыз. Кім біз үшін голосовать етті? Рахмет. Я біз сіздер жақсы көреміз. Давай енді жүр, красивенько, давай. Раз. Нет, нормально. Музыка давай. Ой, музыка давай. Қаш, кыдай. Слышите? Симпа полюбила, парня она манила, бродягу полюбила, она его половина. Симпа полюбила, парня она манила, бродягу полюбила. Мадина одуванчик қой. Бағана жаловался одуванчик тапты. Конечно, шашки. Қара жас сары гүлдердің ішінде бірақ қана одуванчик. Кім біледі, бұл қандай вид спорта. Бізде қазір экскурсия, біз осы екі автобуспен барамыз. Автобуспен шығар. Бізге бәрін көрсететін боламыз, бізбен бірге болыңдар. Первый этап производства мороженого. Вообще, как производится мороженое? Мороженое варится, если вы не знали. Представляете, холодное мороженое изначально варится для данной продукции. После этого, как у нас есть прошла лабораторный, подует корову, поставит в холодильник молочко, на следующее утро отставится. После танка мороженое поступает на фризер. Достар, міне біз зауытқа келдік. Бұл жерде қамызлақ жасайды. Бұл өте тәтті, ешқандай консерватсыз, ешқандай краситель ештеңе жоқ. Бәрі натуральный. Міне достар, біз келдік. Награждаются лауреаты Адина и Мадина Зейнулла, город Нур-Султан. Авторы детского ютуб-канала на казахском языке, который назван именами этих прекрасных сестер-двойняшек. Девочки, первые детские казахские блогеры из столицы, победительницы конкурса «Видео Байга». Их канал насчитывает порядка 68 тысяч подписчиков и более 7 миллионов просмотров. Друзья, поздравляю вас с этим замечательным событием. Аплодисменты ребятам! Аплодисменты нашим почетным гостям!
Достар, біздің видеоға лайк басыңдар, комментарий жазыңдар және каналға тіркеліңдер. Сендермен бірге болған Адина, Мадина, Твинс. Бай-бай.